Бәріне сәлем, киноәлем каналына қош келдіңіз. Махаббат ертегісі телехикаясының 43, 44, 45 бөлімдерін сіздерге баяндаймын. Ал сіздер менің каналыма тіркеліп, осы видеоны поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Жанфиза, қайдан ғана тауға шығамыз деп қалғансың дейді. Махир болса, оны мен айтқан жоқпын, Салих өтініш жасады. Ол Сарені ұнатып қалған екен. Жанфиза Сарені бірдеме қылып алып шықса деп өтініп еді дейді. Мында Асад мырза, Махир, не істедің? Қызымның жағдайын сұрастырып білдің бе дейді. Я, сұрадым ата. Әкесі мен қызының үстінен қылмыстық іс қозғалған екен. Қазір олар іздестірілуде дейді. Демек, әкесі де қызын жаман әдеттеріне араластырған екен ғой дейді. Мында Джейлан Селимге, менің басым дауға қалды. Мені қазір полиция жан-жақтан іздестіріп жатыр. Менің қомақты ақшада қарызым бар. Қырсыққанда бүкіл керек жарақтарым мен құжаттарым салынған сөмкемді ұрлап кетті. Мында Селим, қалайша екі бірдей адам, біреуі өлген, біреуі жер бетінде жүр. Осындайда ұқсастық болады екен-ау дейді. Сен расымен есіңнен адасқансың, мен кеттім бұл жерден дейді. Сол кезде Селим оны жібермей қояды. Жанфиза ақыры тауға шығуға келісім беріп киімдерін жинайды. Алдын Махир қырсығып жүрген болса, енді Жанфиза қырсығып жүр. Махир қулыққа салып Жанфизаның қасына жату үшін оның сатып алған диванның аяғын сындырып тастайды. Жанфиза бөлек жату үшін төсекке жатқан кезде оның сатып алған төсегінің аяғы сынып қалады. Махир білместікке салып, бұл неғып сынып қалды дейді. Білмеймін, жақында ғана сатып алғанмын, сап-сау болған, бұған не болып қалды екен дейді. Махир, жарайды, қазір өзім жөндеп көрермін дейді. Мен тырысып көрдім, Жанфиза, көрдің ғой, бұл жөнделмейді дейді. Сөйтіп ақыры Жанфиза мен Махир бір төсекке жатады. Мында Джейлан анасына қоңырау шалады. Сен басқа номермен звондап тұрсың ғой дейді. Я, өйткені менің құжаттарым, бүкіл керек жарақтарым, ұялы телефоным салынған сөмкемді ұрлап кетті дейді. Маған ақша керек, соны іздестір дейді. Ферман Махир берген дәрігердің алдына келеді. Сөйтіп оған бар мән-жайды түсіндіреді. Менің айтқан сөздерім құпия болсын. Маған балалы болмайсың деген. Бір қызығы, менің жүріп жүрген қызымның аяғы ауыр дейді. Олай болу мүмкін бе, дәрігер дейді. Дәрігер оған қызыңызды тексеруге алып келу керексіз, ДНК сараптамасын жасаймыз дейді. Афет ханым Сүрия ханыммен сөйлеседі. Сөйтіп оған, бүгін маған Мехмет қоңырау шалды дейді. Сізге қоңырау шалды ма? Онда маған неге қоңырау шалмады дейді. Білмедім. Маған қастандық жасаған қылмыскермен неге жақындасасыңдар деді дейді. Ол кімді айтып тұр сонда дейді. Есіңе түсірсеңші, Жанфизаның тойында қарсылық танытып кім келген еді дейді. Сол кезде Махирдің анасы барлығын есіне түсіреді де көзіне жас алып жылайды. Төртеуі ақыры орманға келіп өздерінің үйшіктерін құрады. Салих пен Саре Жанфиза мен Махирдің жарасып кетуі үшін барын салады. Мында Жанфиза Сареге, сені ана Салих ұнатады екен ғой деп сұрайды. Махир маған солай айтты. Салих барлығын ұйымдастырып, Сарені Жанфиза тауға алып шықсыншы деп айтыпты дейді. Бүгін сенде жақсы жаңалық болатын сияқты, Саре дейді. Бұл сөздерден Саре болса таңғалып қалады. Кіршат мырза Гүлизарға қоңырау шалады. Қалыңыз қалай, Гүлизар ханым? Мен сізді мазалаған үшін кешірім сұраймын дейді. Жоға, о не дегеніңіз, айта беріңіз. Сізден бір өтінішім бар еді. Ол үйде сізден басқа мен жақынырақ ешкімді танымаймын. Сол үшін бір мәселеде кездесіп жолығып әңгімелесе қайтеді деп сұрайды. Гүлизар ханым бірден иә деп жауап беруге ұялады да, мен сізге кішкенеден соң жауабымды айтайын болады ма дейді. Әрине дейді. Кіршат мырзаның қоңырауынан Гүлизар өте қатты қуанып кетеді. Рашид мырза Селимнің өтініші бойынша Джейлан жайлы ақпараттар анықтай бастайды. Мында Джейлан анасына ақша жібер деген соң банкоматтың алдына келеді. Сол кезде оны Селимнің адамдары аузын жауып көліктің ішіне алып кетеді. Джейлан Селимге ашуланып, сен шынымен де есіңнен адасқансың ба? Неге мені жайыма қоймайсың, мені жібер дейді. Сөйтіп айқайлайды. Сені жіберейін бе, Джейлан? Онда терезеге қарасаңшы дейді. Терезеге қараған кезде полициялардың Джейланды іздеп жатқанын байқайды. Сенде екі мүмкіндік бар. Не менімен кетесің, не полицейлермен бірге кетесің дейді. Мында қыздар тамақ жасауға әзірленіп жатады. Ал жігіттер қазанның астын жағып, тамақ дайындауға әзірленеді. Сөйтіп бір кезде Салих өтіріктен, Махир, біз ет алып келуді ұмытып кетпіз ғой. Қазір біз Саре екеуміз барып келейік дейді. Саре де жүгіріп, мен де барамын дейді. Сендер ұзаққа қалып кетесіңдер ғой дейді. Жоқ, 20 минутта келеміз деп Махир мен Жанфизаның телефондарын білдіртпей өздерімен бірге алып кетеді. Жанфиза мен Махир оңаша қалып отырады. Селим Джейланға, саған анаң мен өгей әкең әділетсіздік жасаған екен ғой дейді. Джейлан, яс, дәл солай дейді. Басқа баратын жерім болмаған соң мен мұнда атама келдім дейді. Селим, сонда сенің бұл жерде атаң бар ма дейді. Сенің қарызыңды сонда атаң өтеп бере алады ма? Демек ол баяу адам болды ғой дейді. Сонда өгей әкеңнің кесірінен сендердің қарыздарыңды атаң өтеп береді деп ойлайсың ба? Ол төлемейді дейді. Не үшін мұнда келдің дейді Селим. Білмеймін, әйтеуір мені полицияға беріп жібермейтін шығар деп келдім дейді. Махир еттерді тауып алады. Олар мұнда тұр екен, демек олар бізді жалғыз қалдыру үшін әдейі жасаған ғой дейді. Мұнда Салих пен Саре кетіп бара жатады. Сөйтіп, сен олардың ұялы телефондарын алдың ба дейді. Иә, алып қойдым. Енді олар ешқайда да хабарласамайды, бірге болады дейді.
Махир мен Жанфиза тамақтанып отырады. Бір кезде Жанфизаның үстіне су төгіліп кетіп, ол киімін ауыстыруға кіріп кетеді. Сол кезде Махир шатырдың артына тығылып қалады. Жанфиза қорқып, Махир сен қайдасың, шықшы, бұл жерде қасқырлар болуы мүмкін деп айғайлап қорқады. Махир артынан дереу шығады. Сөйтіп Махирді құшақтап алады. Сол кезде Махир Жанфизаға мен саған айттым ғой, бір күнде менің құшағымда боласың деп айтады. Сол кезде Жанфиза ашуланып кетеді де сен сонда мені кім деп тұрсың деп ұрсады. Сөйтіп бар өкпесін айтып жатқан кезде Махир оның ернінен сүйіп алады. Жанфиза Махирге ашуланады да енді маған жолаушы болма деп шатырдың ішіне кіріп кетеді. Саре мен Салихтың көлігінің дөңгелегі жарып қалады. Сөйтіп олар түні бойы сол жерде қалып қалады. Махир жатқан шатыр сынып кетеді. Сөйтіп ол Жанфизаның қасына барып жатуға мәжбүр болады. Махир осы сәтті пайдаланып, Жанфиза ұйықтап жатқан кезде оны құшақтап жатады. Салих пен Саре түні бойы көлікте ұйықтап, таң атқан соң жолда кетіп жатқан бір көліктен көмек сұрайды. Сөйтіп Махир мен Жанфизаның алдына барады. Олар біздің көлігіміздің дөңгелегі жарылып, келе алмай қалдық дейді. Сөйтіп олар үйіне қайтады. Жанфизаның әжесінің мазасы қашып ауырып қалады. Гүлизар мен Күршат мырза кездеседі. Сөйтіп Күршат мырза Махир шынымен де менің қызымды жақсы көреді ме екен деп одан сұрайды. Гүлизар болса оған күмәніңіз болмасын. Сіз Махирді әкесінің өліміне қатысты болған соң қызынан кек алмақ үшін үйленді деп отырған шығарсыз. Махир Жанфизаны шынымен де сүйеді. Олар тура бір-біріне жаратылғандай дейді. Кеше Жанфизамен отырып әңгімелескенбіз. Ол маған анасының жоқтығын айтты дейді. Сол кезде Күршат мырза, иә, солай. Қызымды дүниеге әкеле салып, әйелім өмірден өтті дейді. Басыңыз аман болсын, Күршат мырза дейді. Рахмет, ал сіз ше дейді. Гүлизар, мен де күйеуімнен де ұлымнан да айырылғанмын дейді. Ферман әдеттегідей Әфсаненің жұмыстарын істеп, оған көмектесіп отырады. Бір кезде сен қайда болдың дейді. Мен дәрігердің алдында болдым. Сөйтіп ол Әфсанеге ДНК тестін тапсырасың деп айтады. Мында Асаф мырзаның қызметшілері осы Ферман мырза мен Әфсаненің арасында бір нәрсе бар. Мен олардың әңгімелерін естіп қойғанмын дейді. Афет ханым Сүрия ханымды Жанфизаның әкесіне өзіне қарсы қайрап қойған болатын. Сөйтіп Жанфиза үйіне оралады. Сүрия ханым Жанфизаға алдыңғыдағында жылы қабақ танытып қарсы алмайды. Рашид Селиммен кездеседі. Сөйтіп ол сенің Джелан деген қызың бүкіл жерде іздестіріліп жатыр ғой дейді. Иә, оны білемін дейді. Оның үстіне бұл Фердаға ұқсайды екен дейді. Селим оны да білемін дейді. Дұрыс айтасың, бұл Фердаға ұқсайды. Мен өмірімде соңғы рет бұндай жылы сезімді сезініп көрмеппін дейді. Осы кезде Күршат мырза келеді. Күршат, лорд біздің алғашқы партиядағы тауарларымызды жөнелтіп жатыр дейді. Жақында біз серіктес боламыз. Мүмкін осыны тойлау үшін қол қою науқанын бастаймыз, қалай қарайсыңдар дейді. Селим мен Рашид күдіктене қарап қалады. Селим Джейланға керек ақшаны бір сөмке қылдырып оған тастап кетеді. Сөйтіп, сізге хат қалдырып кетті дейді. Джейлан ашып оқиды. Мына ақшаны сенің қарызыңды өтеу үшін тастадым. Бұны алып өз шаруаңды жалғастырып кете берсең болады. Қалаған уақытында келсең де қарсы емеспін. Қысқа уақытта сенің алдыңда өзімді жақсы сезіндім дейді. Жанфиза мен Саре сөйлесіп отырады. Бір кезде оған Жанфизаның әжесі ауырып қалды деп хабарласады. Сөйтіп екеуі дереу әжесін көруге киініп кетеді. Саре Махирден бірінші рұқсат сұрасаңшы дейді. Не деп тұрсың, Саре? Әжем ауырып тұр ғой. Дереу оның алдына баруымыз керек. Махир бәрібір де маған қарсы болмайтын еді дейді. Күршет мырза анасының алдында отырады. Бір кезде оған Селим мырза келді деп хабарлайды. Жәйше келдің бе, Селим, не болып қалды дейді. Селим, соңғы кезде ішім біртүрлі болып жүр. Ішімде бір нәрсе, Күршат саған ор қазып жүр, Күршат саған ор қазып жүр дейді. Сен не айтып кеттің, Селим дейді. Сол кезде Селим, Жанфизаны Махирге берген сенсің. Күршат, Жанфизаны Махирге мен берген жоқпын. Махирдің өзі оны сенің қолыңнан алып кетті ғой дейді. Қызымды қолыңнан ұшырып алған сенсің, Селим дейді. Селим сол кезде, егер сыртымнан біреу мені атпағанда, мен Жанфизаны жібермейтін едім дейді. Сол кезде мені атқан сенсің, Күршат дейді. Тағы да бір нәрсе айтайын ба, сен Махирмен бірге бірігіп сыбайлас болдың. Біз бұны Рашид екеуміз біліп қойдық дейді. Күршат, сен не айтып отырсың, Селим? Мен олай жасаған жоқпын дейді. Сол кезде Селим, онда сен менің адалдық тестімнен өтесің. Қазір Махирге қоңырау шаласың да оны осында шақырып, Махирді атып өлтіресің. Мен Махирдің өлгеніне көз жеткізіп, бұл жерден бірақ кетемін дейді. Күршат Махирге қоңырау шалады. Не болып қалды, Күршат дейді. Сен дереу бұнда келу керексің. Мен не үшін саған баруым керек? Біз Жанфиза туралы сөйлесуіміз керек. Ұзаққа созбай тез кел дейді. Джейлан Селим берген ақшаны алып таксиге отырып, Асаф мырзаның үйіне қарай барады. Саре мен Жанфиза әжесін көруге Күршат мырзаның үйіне қарай барады. Джейлан атасының үйіне келеді. Джейланды көріп барлығы да аң-таң болып таңырқап қалады. Махир ақыры Күршаттың алдына келеді. Оларды сырттай Селим бақылап қарап тұрады. Селим олардың сөйлескен әңгімелерін тыңдап отырады. Қане Күршат, Махирді өлтір деп отырады. Күршат пен Махир бір-біріне ұзақ қарап тұрады. Махир, Жанфиза туралы сөйлесуіміз керек деп едің. Не айтпақшысың, сөйле дейді. Сол кезде Күршат қалтасынан қаруын алып Махирге қарай кезейді.
алдын махир мен күршат кездескен кезде егер селим сенен мені атуын талап етсе мені атасың, қалған істі маған қалдыр деп келісіп алған болатын. Сөйтіп күршат махирді атайын деп жатқан кезде Жанфеза келіп қалады. Күршат махирге қарап оғын ата берген кезде Жанфеза махирдің алдын тосып қалады. Күршаттың атқан оғы Жанфезаға қарай тиеді. Жанфеза есіне танып махирдің алдынан құлайды. Келесі бөлім қызықтарын жіберіп алмас үшін Киноәлем арнасына тіркеліп қоңыраушаны басып қойсаңыз жаңадан шыққан видеолар жайлы сіздерге хабарлама келіп тұрады.